Бәлесіліміне салам, сенімерге Арманхан және оқымысты. Бүгін біз қымбат және арзан шоколад пен балмұздақты салыстыратын боламыз. Ал бастаймыз. Алдымен шоколадтан бастаймыз. Арзан шоколадтан. Бағасы 150 теңге. Так, қарасамыз. Так, міне плиточный шоколад. Енді дәмін татып көреміз. Не деуге болады? Шоколад арзан болғандықтан дәмі де нашарлау. Енді қымбат шоколад. Бұл Қазақстан шоколады. Бағасы 300 теңге. Міне қараңдар, ішінде упаковка, ал арзанда тек қана бір орама ғана. Дәмін татып көреміз. Міне нағыз шоколад. Құрамына қарасақ 45% какаодан тұрады. Ал анау шоколад болса химия алмастырғыш. Сонымен қымбат шоколад жеңді. Енді балмұздақты салыстырамыз. Арзан балмұздақты аламыз. Бағасы 300 теңге. Енді дәмін татып көреміз. Дәмін татып көр. Енді қымбатын. Так, мынандай бағасы 500 теңге. Енді дәмін татып көреміз. Не деуге болады? Дәмі жақсы. Бірақ маған арзан балмұздар көбірек ұнады. Арзан. Сондықтан арзан балмұздар жеңді. Достар, егер сендерге осы видео ұнаса, көбірек лайк жинайық. Көбірек лайк. Дәл сен қарап отырған бір лайк қойшы. Сонда маған жетер. Сенемен болған мен Арманхан және оқымысты. Келесі кездескенше.